Балалар, я бүгін біздің тренингіміз эмоцияларды басқару, я менің эмоцияларым деп аталады. Эмоция дегеніміз бұл не? Әртүрлі факторлардан, сыртқы факторлардан біздің неміз жауап реакциямыз. Бүгін мүмкін көңіл күйіміз жақсы, немесе нашар ма, соны біз эмоция арқылы жалпы көрсетеміз. Енді я әдеттегідей бастамас бұрын бізде өз ережелеріміз бар, я қолды көтеріп сөйлеу, осы жерде болған әңгіме ешқайда шықпайды, осы жерде қалады. Әрбір жауап берген адамның жауабына құрметпен қарау, жаңағы мысқылдан күлмеу деген секілді керісінше қолдау көрсету. Енді бірінші біздің тапсырмамыз, енді бүгінгі эмоциялар қандай? Мынаның ішінде көптеген эмоциялар бар, солардың ішінен мысалы біреуін таңдап алып, бүгінгі көңіл-күйіңізді айтасыз. Мысалы енді бүгінгі көңіл-күйім басыма бақыт құсы келіп қонса да, іздедім неге оны сонау алыстан. Әр күнім күнде кино, өмір сансара. Бақытымның кілті қайда екен, соны іздеп үйден шығып кетем. Анда-мында күнде сандалғаным боз әуремеген. Бақыт деген өз үйімде екен, іздегенім дәл қасымда екен. Бағасын Сабақтан мен эмоцияның не екенін түсіндім, және де ол ертеңгі болашаққа маған керек болатын. жаныңдағы жан